Өз жерде отырған біздің красавицалардан бүйтіп көзге түскен бір қыз бар ма? Енді қыздардың барлығы әдемі ғой, негізі, бірақ мінездері, қылықтары әрқалай. Сол себепті енді барлығы әдемі, бірақ енді танысып көргеннен кейін түсінікті болады деп ойлаймын, қайсысы маған келетіні деген сияқты. Бірақ енді сіз біреумен тікелей қосқыңыз келіп отыр ма? Өйткені бұл сұрақты екі рет қойдыңыз. Біздің қыздар деп. Әлде бір нәрсені білесіз бе? Жоқ, мен ештеңе білмеймін, Диана ханым, просто енді қазір түк түсінсем бұйырмасында Арыстан қалай қазір қатысушы болып отырса да мынада таңғалмаймын неді. Содан кейін бүйтіп айтама, айтып балама шетін жібін шығара ма десем. Сіз бір аруды тікелей меңзеп отырған сияқтысыз. Жоқ, Диана ханым, мен Арыстанды бақыламаймын, негізі бар ғой. Что бүйтіп көретіндей, біреуге бүйтіп сөйлейтіндей. Просто келатқанда көрмеймін дегенге мен сенбеймін. Мысалы, қосылайыққа келатқанда по-любому бір-екі эпизодты келіп көрді. Анау кім деп сөйлесе, мынау кім деп сөйлесе, аттарын біліп, сол кездерде деп атқаным ғой, бір көзге бір ерекше жылы басылып, ыстық басылған қыз бар ма деп. Жалпы жақында Бикош деген бауырым Қырғызстанға барып қайтқан ғой. Сол кезде бір түсінгенім, қырғыздардың қыздары күшті болады деп айтып келген, негізі. Сол енді жалпы енді мен Диана ханым, мен тікелей мен негіз іштей бір сезіп тұрмын сол айтатынынша. Енді былай қарасаң, Арыстан, сен бұрынғы әдетке сап кетіп қайтадан бар ғой, сол статистика не демей, егер таза ниетпен. Сен ештеңе сезген жоқсың. Мен просто сенің сөзің жалғай салдым и все. Сен ештеңе сезіп отқанда жоқсың, ештеңе біліп отқанда жоқсың, негізі. Кешірші бауырым. Просто сен бастадыңдашы біреуді меңзеп. Мен просто айта салдым просто так. Неге айта? Бірақ негізі мен ешкімді меңзеп көрген жоқпын просто. Жоқ, себебі айта салайшы. Екі жақтың ештеңе деп отқан жоқ. Диана ханым, Нұрсұлтанға айта салайшы, деп мияқта тек біздің қыздар қайта мияқ қарай атып жатсында бір как будто Арыстан